Сәлем баршаңызға, қайырлы күн достар. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз жылдам дайын болатын бисквитный торт жасайтын боламыз. Ол үшін ыдысымызға осылай 6 жұмыртқамызды кішкене шым тұз салып, миксердің көмегімен көпіртетін боламыз. Енді мен кішкене лимонный кислотаны осылай қасықтың ұшымен кішкене салдым, және шекерімізді де салып, енді миксерлейтін боламыз. Аппақ ақ көбік болғанша, әбден шекеріміз езілгенше осылай жұмыртқаларымызды миксерлеп алатын боламыз. Мінекей біздің бисквитіміздің негізгі основасы дайын. Енді жаймендеп миксерлеп алғаннан кейін електен өткізілген ұнымызды дайындап алатын боламыз. Ұнымызды дайындап алғаннан кейін жаймендеп миксердің көмегімен жаймендеп салып отырып араластыратын боламыз. Болмаса лопаткамен де қасықпен де істеуге болады. Маған өзі миксер ыңғайлы болғандықтан миксердің көмегімен осылай жасадым. Жаймендеп бұрқыратпай миксерлеп алуыңызға да болады. Жаймендеп отырып мінекей біркелкі сонда әдемі болып ұнымыз араласып шығатын болады. Біздің бисквитіміз осылай дайын болды. Бұл өте оңай торт. Аяқ астынан қонақ келгенде жасап жіберуге болады. Мен көбісі 5-ші айына дайындаймын бұндай тәтті тамақтарды. Өйткені 5-ші айы біздер үшін өте маңызды. Жақсылап тәттілеп, дәмділеп ішіп аламыз. Мен осындай формамызға астына пергамент қағазын жабыстырып жасадым. Өйткені бұл пирог жасайтын протеин болғандықтан асты ашық, сондықтан осындай пергамент қағазын салып осылай жасадым. Мінекей біздің бисквитіміз дайын. Қызып тұрған пешімізге салып пісіріп алатын боламыз. Мінекей дайын болды. Енді оны шамалы қағазынан ажыратып суытып алатын боламыз. Енді бисквитімізді дайын болған осылай арасын айналдыра отырып кесіп алатын боламыз. Міне бисквитіміз дайын. Арасын ашып дайындап алдық. Егер осы видеомды қарап отырсаңыз, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Қоңыраушаны басып қойсаңыздар, менің видеом сізде тұрақты түрде салған видеом шығып тұратын болады. Сол бойынша қарап, өзіңізге керекті тағамдарды жасауыңызға болады. Менің каналымда ең қолжетімді, тез әрі жылдам дайын болатын дәмді тамақтардың рецепттері көп, сондықтан менің каналымнан алыстамай қарап отырсаңыздар деп ұсыныс айтқым келеді. Енді бисквитіміздің ортасына осындай крем дайындайтын боламыз. Ол мен еріп тұрған үй температурасындағы майымызды және 3 желания сгущенкасын қосып миксерлеп алдым. Енді дайын болған бисквитіміздің жан-жағын осылай кесіп, крошкаларын алып алатын боламыз. Бұл әркімнің өзінің қалауы бойынша бетіне тарелканы қойып та айналдырып кесуіңізге болады. Мен енді өзіміз шайға ішетін болғандықтан осылай пышақтың көмегімен тек айналдыра кесіп шықтым. Енді міне осындай тура дайын болған кремдерімізді корждарымыздың арасына жағатын боламын. Әдемілеп мол болып жақсаңыздар, кремдеріңіз сіңіп әдемі болып тұрады.
кереметті дәм беру үшін арасына мен осылай мақ салдым. Жеген кезде ерекше өзінің мақтың дәмі шығып тұрады. Әрі тісіңе де әдемі болып тиіп өте керемет дәм береді. Енді кремдерімізді жанына және үстіне осылай әдемілеп жағып шығатын боламыз. Мінекей, енді ұнтақталған кружкаларымызды да қамырдың шетіне айналдыра жағып шығамыз. Сіздер жасап көріңіздер, бұл өте оңай, әрі 5-ші айыңа жасасаңыздар, өзіңізде тәттілеп шай ішіп, балаларыңызда мәз болып болады. Енді күштен бетіне жаңғақты осылай өткізіп алатын боламын. Әдемілік үшін өздеріңіздің қалауыңыз бойынша тек крем жағып қоюыңызға болады, болмаса бетіне шоколад теркіден өткізіп салсаңыз да болады. Жаңғақ өзіңіздің қалауыңыз бойынша әдемілеп әсемдеп алуға болады. Мен енді жаңғақ салғанды жөн көрдім. Бұл бисквит қай уақытта да жұмсақ болып әдемі болып шығады, сондықтан жасап көріңіздер. Бисквиттен неше түрлі рулеттер жасалған каналымда рецепттер бар, қарауларыңызға болады. Және шетіне де осындай мақтың көмегімен әдемілеп әсемдеп шықтым. Әдемі дәм береді. Енді кішкене тоңазытқышқа салып қатырып алатын боламыз. Бойына кремін сіңдіріп, біздің бисквитіміз дайын. Енді әдемілеп кесіп, осылай шайға беретін боламыз. Баршаңызға ас болсын, сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналымнан алыстамаңыздар. Алда көптеген жақсы видеолармен бөлісіп отыратын боламын. Сіздермен бірге болған Балқаймақ арнасы.